6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Vurun, 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 vurun. Nağız şiirimiz şarşamay mülte. Mıhtı degендер жете алмас бізбен. Қызық оқиғаларға күнде жолығып, бірге жұмыла жеңген нағыз тату достармыз. Нағыз шиіріміз шаршамай мүлде. Мықты дегендер жете алмас бізбен. Достар әркез сенеміз, дос боп мәңгі өтеміз. Достық туы жетіріп, қиындықты жеңеміз. Нағыз шиірімдер ұранымыз бұл. Шиірік достарым, қане жылдам жүр. Бұрын! Желден жүріп көріктен. Айдаһар жайлы аңыз. Мен сендерге сүйікті ертегімді оқып берейін. Ол Айдаһар жайлы аңыз деп аталады. Баяғы өткен заманда Зипи-Сети жаңадан салынып жатқанда Док есімді сиқырлы ұшатын айдаһар мекендеген екен. Ол бұлттың арасына қамал салып, сол жерден қала тұрғындарын бақылап отырады. Айдаһар алғашында тас жол төсеуге көмектеседі. Бірде қалалық әкімдікті өрттен сақтап қалады. Док үнемі көмек керек болған жерде жүреді. Бірақ бұл игі істердің бәрін жасырын істейді екен. Оны ешкім көрмеген, бірақ қиын сәтте тек пойыздың даусын ғана естуге болады. Демек Док жақын маңда жүр деген сөз. Ал түнде оның бұлттың арасында ұшып жүргенін көруге болады. Док айдаһардың туған күні Зипи-Сетидегі ең маңызды мереке. Бүкіл қала жиналып, достары мен туыстарына сыйлық сыйлайды. Естуімше, Док тіпті кейде отбасындағылардың балаларына сыйлық таратады екен. Ол өте мейірімді және ешкімнің мұңайғанын қаламайды. Әрине, көбі оны ойдан шығарылған деп ойлайды. Өйткені көп жылдан бері оны ешкім көрмеген. Бірақ әлі күнге дейін балаларға ұшатын айдаһар туралы хикаялар айтып береді. Қиындық көрсең, дереу шақыр. Пойыздың дауысын естісең, Док көмекке келе жатыр деген сөз. Соңы. Бұл ертегіні қатты ұнататыным сонша, тіпті жатқа білемін. Ал кеше-кешке оның дауысын естідім. Керемет. Жеральдина, кейде сен қатты қиялдап кететіндей көрінесің маған. Балалар, бірдеңе естідіңдер ме? Айттым ғой, ол осы маңда жүр. Нағыз айдаһар. Қойшы, бұл ертегі ғой. Мүмкін менің шегім шырылдаған болар. Жоқ, бұл Док айдаһар. Барып оған не керегін білейін. Тоқта, біз де барамыз. Жеральдина! Ал енді естідіңдер ме? Ол қатты гуілдеп жатыр ғой. Әлі де ештеңе естіп тұрған жоқпыз. Жеральдина, кеш батып, күн суып барады. Бәріміз үйге қайтайық. Қалай қарайсың? Спиди! Қоя тұр, Банги. Біз мұнда жолдың ортасында тұрмыз. Спиди! Не болды? Бұл соның қамалы. Ол бізді шақырып жатқанын білгем. Док айдаһар шынымен де бар екен. Сенсек те, сенбесек те сол. Док айдаһар бізбен танысқысы келетін сияқты. Иә, кеттік. Алақай. Осылай.
ашыңыз. Қайырлы күн, біз келдік. Тынышталыңдар. Қарасаңдаршы, бұл доқ қой. Қорқпаңдар. Маған әлі де сенетіндер бар ма? Соны білгім келді. Шынымен соның өзі, ертегідегі Айдахар. Келетіндеріңді білгенмін. Даусыңызды Жиральдина ғана естіді. Ал біз оның қозғалтқышы істен шықты екен деп ойладық. Сонда да бірге еріп келдік. Бекер келмеген екенбіз, өйткені сізді таптық. Олар таңғалып тұр, өйткені сіздің бар екеніңізге сенген жоқ. Сынап тұрмын. Айтпақшы, сендердің ерліктеріңе, тапқырлықтарыңа ризамын. Сендер кез келген қиындықты жеңесіңдер. Демек, Зеписитиді бақылап, қиындыққа кезіккен жандарға көмектесетініңіз рас екен ғой. Және сіз туралы хикаяның бәрі рас екен. Әрине, оның көбі рас. Тек бұл жолы маған сендердің көмектерің қажет. Сендерге бәрі оңай көрінуі мүмкін, бірақ кейінгі кезде ұша алмай жүрмін. Сонда бүгін кедей балаларға қалай сыйлық таратасыз? Айтыңызшы. Тарата алмаймын. Сендер маған ауруымның шипасын әкеліп берулерің керек. Сізге дәрі керек пе? Оны қайдан аламыз? Дәрханадан ба? Атауы қандай? Дәрі дегенім сиқырлы гүл. Ай раушаны. Ол тек алыс айлақтағы шағын аралда өседі. Біз оның қайда екенін білеміз. Бірнеше минуттан соң қайтып келеміз. Вың! Кеттік! Келдік. Ай раушаны осы маңда болуы керек. Солай ма? Бірақ бұл жерде өткел жоқ қой. Арғы бетке қалай өтеміз? Әдеттегідей, амалын табуымыз керек. Жан-жаққа қарап, іске жарамды нәрсе табыңдар. Солай істеңдер. Қараңдар, мұнда бәрі бар екен. Жарайсың. Бұлай істейік. Міне. Сосын? Жолың болсын. Ол ай раушанын тапты. Не? Мәссаған, ол тастарға ілініп қалатын болды. Батып кететін болды. Ай. Бұларың не? Гүл менде. Тез салдық қайтарыңдар. Кешір, қайтара алмаймыз. Қазір қирап қалды. Ой. Сонда арғы бетке қалай өтемін? Бети, тағы бірдеңе тауып келші, өтінем. Ой.
О, керемет. Қане, тәуекел. Бұл тіпті оңай болды. Қане, тезірек Раушанды Айдағарға апарайық. Дұрың, алға, кеттік. Ай Раушаның шайы. Қайта шума керек нәрсе осы. Сендерге шын жүректен алғыс айтам. Дәл осылай серіктетін шай ішпегелі көп болды. Рахмет. Міне, енді балаларға сыйлық апара алам. Алдымен сендерді үйлеріңе жеткізейін. Бәрі біле бермесе де, Айдаһармын осындай. Тап болсаң егер бәлеге, мені шақыр. Мені шақыр. Келемін дереу көмекке. Док Айдаһар күні қарсаңында қалықтап ішіп жүргеніміз қандай бақыт. Мұны тезірек достарыма айтуым керек. Ол мүмкін емес. Сиқырдың әсері жойылған соң, маған көмектескендерің жайлы естеліктер де жойылады. Еш нәрсе естерінде қалмайды. Келемін дереу көмекке, құтқарам. Бұл менің ойымдағы нәрсе ме? Әлде пойыздың даусы ма? Дәл солай. Мүмкін бұл Дог Айдаһар шығар. Солай болуы да мүмкін. Солай шығар, Жеральдина. Иә, бәрі де мүмкін. Ең бастысы, бұған қатты шын жүрекпен сенуі керек. Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2019 жыл. Азыр сап күнде